қыздар өз құқығын қорғау керек. Жақсы көрмей ма, не үшін қалу керек? Ол стереотипті бұзу керек. Сен сөздің қатынасын түсініп жатқан жоқсың. Қазір мына жерде бар ма? Сөздің несін вообще түсініп тұрған жоқсың. Алып қашқанда қыз өрді қалу керек деген міндет қылып қойған ба қызға? Қыз тұрады, кетіп қалса не болады ал? Ол кісі қалай кетеді енді өзің айтқандай апа жолға жатып алса қалай кетеді? Кәдімгідей спокойно аттап өтіп кете салады. Жігіттер мен айта кетсем иә, негізі алып қашу деген жігіттің эгоизмі деп түсінеді екен менше. Өйткені махаббат деген екі нәрседен шығады. Махаббат тек біреуден шықпайды, махаббат екеуден шығады. Ол деген қыздың сезімімен, ойымен санаспау деп түсінем да. Сол үшін жігіттер эгоист болмайық. Жоқ, енді қымбатты қатысушылар, қатаң ескерту Альмира екеумізден де дұрыстап сөйлеп үйреніңіздер. Дұрыстап сөйлей алмайсыздар ма? Сөйлемеңіздер. Енді алып қашу туралы тақырыпта екі түрлі пікір әлбетте болатыны айдан анық. Бірақ бұл жерде сіздеріңіз айтып жатқан сөздеріңіздің 10%-ке болса да жандары бар. Әркімнің өзінің ой көзқарасы. Енді сіздердің пікірлеріңізді біз бір өзгерту мақсатында емес, бірақ дегенмен де ортаға салып қарайтын болсақ, алып қашып үйленіп жатқан жандардың ішінде бақытты болып өмір сүріп кеткен жандарда жоқ емес бар. Ол да бар. Бірақ дегенмен де алып қашып кетіп, артынша жараспай, бір-бірлерін білмей, бір-бірлерін танымағандықтан отбасы құрмай, отбасы құлдырап, ажырасып кетіп жатқандар да бар. Бірақ 10 жыл жүріп, 5 жыл жігітпен қыз болып жүріп те ажырасып кетіп жатқандар бар, бақытты болып кетіп жатқандар бар. Сондықтан да дөп бұл жерде түсіп айтатын біздің ешқандай бір 100% гарантиялық сөзіміз жоқ. Сондықтан да құрметті қатысушылар, өмір алда, өмірде бәрі болуы мүмкін. Альмира, сен менің сөзіме толықтай келісесің? Иә, келісемін. Енді кезінде біздің әке-шешеміз те алып қашқан, иә. Сен анаңды алып қашты ма? Иә, енді қыз бен жігіт болып жүрмей, 3 күн көрісіп, одан кейін 4-ші күні алып қашқан дегенді естігенмін. Менің анамды да алып қашқан. Иә, сол себепті бұл жерде бір ешқандай әбестігі жоқ. Адам егер де сүйіп тұрма, жақсы көріп тұрма, келсе, егер бір-бірін түсін. Мен қазіргі заманда, енді кезінде ол енді үлкендерден ұят болады, әжелерден ұят болады, қой, білістің, таныстың қызы деген тақырыппен қалып қойған ғой. Ал қазір келісіп, негізі алып қашқан не үшін, иә, кезінде? Қазірде не үшін алып қашады? Алып қашады, қалыңмалы жетпесе, иә, кей жағдайда. Егер жаңағы қыздың сұрауын бере алмайым, қой, қорқам мен қолдан алуға сенімсіздеу кішкене өзіне. Сонымен келіседі, жоқ, одан да былай істейік деп. Сонымен қыз айтады, одан да алып қашсаң бәрі. Енді кейбір қыздар өздері шешетіндері бар. Кезінде мен де сөйтіп ойлайтын, жақсы қыз қашып кетеді, жаман қыз шашып кетеді деп. Мен алып қашып кетсе дұрыс еді деп ойлайтын, бірақ уақыт өте келе түсінеді екенсің, қолдан ұзатылған бәрібір оған ештеңе жетпейтінін, өйткені ата-анаң бағып қағады, өсіреді, сені бой жеткізеді, одан кейін алып қашып кетіп, әп-сәтте сені бір күнде ғана жоқ қылып көрсету, ол енді ата-анаға кішкене ауырлау. Сол үшін өздері кішкене ойлана келе, қыз баласын дайындай келе, қыз бала ата-анасын дайындай келе, бір-бірін дайындап, ұзатылған қандай керемет сәт деймін ғой енді. Қыз бала анасына қарап, әкесіне қарап, жаңағыдай сау болыңыздар, рахметін айтып, иә, енді қуанышты бөлісіп бірге ұзатылып шығып кеткен қандай керемет деп ойлаймын. Оған не жетсін? Егер жағдай жетпесе, әрине алып қашып бір-бірімен келіссе де болады. Енді қазіргі заманда жастар өздеріне қалдырды ғой бұл мәселені, ата-анамен ақылдасып барлығы. Ал егер жабайланып шынымен де қазіргі таңда бар, енді кейбір жерлерде, кейбір орталарда, аудандарда қарастырылып жатады ондай дүниелер. Бірақ енді оның арты кейде жақсылыққа апармайды, кейде мүмкін жақсы отбасы болып кетері анық. Енді оны адамға байланысты ғой, бұл жерде бір алып қашуға емес. Егер адамдар бір-бірін түсінсе, сен де онымен, ол да сенімен бақытты болып кете алады. Ең бастысы бәріміз бақытты болсақ деген сөз. Шерхан, шымылдық ашамыз ба? Әрине ашамыз. Сен алып қашпайсың ғой әйтеуір, иә? Жоқ, алып қашпайтын болып шештім. Шымылдық ашылсын? Ашылсын. Шерханды қолдап қояйыншы. Qasımdan ketmiş I love you baby Sözüme teksin I love you baby Bağımsın verilgen I need you baby Bolşa tek benim I love you baby Let me love you baby Рұқсат болса сәл жақында. Әрине, рұқсат, Шерхан.
ұнаған сияқты енді соған қарағанда көңілінен шыққан сияқты Шерханның. Иә, қош келдіңіздер. Мәзірге қарасаңыздаршы, не заказ бересіз? Енді қарап отырсам, сұлу, кәдімгі көрікті, тілім байланып жатыр уже, қобалжып жатырмын. Рахмет көп таңдап келгеніңізге. Енді талғамыңыз оңай емес, енді. Альмира ханым, болады ма сұрақ? Әліби, иә. Жұлдыз, қош келдіңіз. Енді сізге ер азаматтың сезіміне тұрақты болуы, өзінің ісімен сөзіне жауап бере алуы, жауапкершілігі қаншалықты маңызды. Біздің Шерханның жұма күні сезімі бар, дүйсенбі күні сезімі жоқ. Мен тіпті бар ғой. Бүгін бізде жануарлар және хайуандар деген сөздерді көбірек қолданатын Кішкене сияқты. новикаста сәл тіл байлық жетіспегенден, білмеймін ғой, жануарларға жақын ба? Сен мен тіл байлығыма Жоқ, Әліби шынымен де жануарларға жақын, иә, Әліби? ол Расымен содан де. кейін айтып отырмын ғой. Ол сондай мейірімді. Шатаспасам, маған менімен бір сезімің ашылып, екеуміз жүріп көрген адам құсап айттың ғой. Міндетті түрде олай болуы мүмкін. Жоқ, мына Қалай сен мен сезімімді біліп қойдың да, пятница күні бар екендігін. Жұма күні, дүйсенбі күні жоқ екен, қалай байқап қойдың? Тұра тұр, Шерхан. Сен жұма күні есіңде болса, менің сезімім бар, мен ішімде алай-түлей не отқан білмеймін деп, дүйсенбі күні келіп, Альмира ханым, мен бәрін реттеп алдым, менде ешқандай сезім жоқ деп жүрген адам сенсің ғой енді. Енді тыңда, мен сезім бар деген нәрсе шықпады. Сен эфирді қайталап Болды, Шерхан. Сезім бар деген жоқ. Шерхан, мен сенің есте сақтау қабілетің кішкене төмен екен, мен сені есіңе түсіріп кетейін. Сен былай отырдың міне. Осылай отырдың. Сосын Альмира ханым сенен сұрады, Шерхан, сенің Ақботаға деген сезімің бар ма, қандай жағдай болып жатыр дегенде сен, білмеймін, енді біз ұзақ уақыт жүрдік қой, енді есімде жоқ, мен қалай болатынын деген сияқты не сөзіңе нақты бір жауап бере алмадың ғой сен, Шерхан. Енді айттым ғой соның себебін. Не айттың? Себебі Ақбота мен үшін жақсы адам болып қалады. Ол мен үшін сезімің бар ма, жоқ па деп сен сұрады. сөзді до конца тыңдасай, мен сенің сөзін бөлген жоқпын. Жоқ, сен басқа жаққа кетіп қалып отырсың. Айтшы ал, до конца күтейін, сосын айтайын. Сенен сезімің бар ма, жоқ па, Ақботаға деген өзіңнің ойыңды білдір деген кезде екі сөздің басын құраймай отырдың ғой, Шерхан. Ол енді жасыратын нәрсе емес қой, осы жерде қатысушылардың бәрі біліп отыр. Болды ма? Енді мен былай айтайын. Ақбота мен үшін әлі де жылы көрінеді маған. Шынымды айтайын. Былайынан, ол деген бір сезімі бар, ғашықтық емес, әлі де оған еш нәрсе жоқ. Просто сыйлаймын, құрметтеймін. Мен каждый өзімнің жүрген әрбір қызымды сыйлаймын, құрметтеймін. Ол Шерхан, сен неге бір нәрсені қайталай бересің? Ақбота туралы сыйластық, сенен сезімің бар ма, жоқ па деп сұрағанда мен сендерге былай айтайын, маған үміткер келіп отыр. Давайте жаңа өмір, жаңа үміткерден сұрайықшы, үміткерден. Жаңағы менің сұрағыма сіздің жауабыңызды естігім келіп отыр. Мен үшін маңызды. Ер азамат мен жанында жүргенмен, мен внимание талап етем, қатты талап етем. Себебі қазір жанында ағам да жоқ, не әкем де жоқ болған соң, сондай сезім тұрақты болса, ол жақсы болады нет негізі. Мен біреумен сөйлесіп, екіншісімен сөйлесіп, мен ондай қыз емеспін да. Маған керек, что Шерхан таңдадым ба, будущем бәрі жақсы болып кетіп жатса, жанында болған қалайды. И артық адамдарды керек емес, сіздер пікір айтасыздар. Бірақ мына жақта отырған үміткерлер, по-любому бізден бірінші шығып жатыр ғой эфирға, қорқыныш сезім болады, и біз уже отталкивать етеміз. Сіздердің естіп теріс пікірлеріңізді. Өте әдемі айттыңыз, енді осы ойларыңызды кішкене Шерханға да сіңіріп қойсаңыз деген бір ниетім бар енді өзім. Я, Шерхан, неге сен қатысушылар тарапынан бір Ақбота жайлы немесе соңғы қатынас жайлы сұрақ қойылса, қатты тым ерекше агрессиямен қарсы аласың? Жоқ, енді айтатындай бар ғой. Ақботамен жақында арақатынас бітті. Оны барлығы біледі. Ол кезде кәдімгідей үйленуге дейін барғанын барлығы біледі. И сол нәрсені әдейі қозғайды. Ол нәрсе маған, конечно, бірақ ауыр енді тиеді. Әлібектің де айтып отқаны рас қой. Жоқ, менде сезім жоқ. Бірақ анандай болды. Енді қимаймын деп жұма күні айтқаның бар. Одан дүйсенбі болды, Ақботаның тақырыбын жабайық. Ол кезде мен жүрекпен ойландым, қазір мимен дедің. Демек, енді әрі қарай қыздарға енді жүрекпен әлде мимен қалай ойланамыз? Мен былай айтқым келеді. Болашақ көрмей тұрсың ба? Мен ол кісімен не үшін жалғастыру керекпін? Жүрегің тартып тұрса да, арақатынас тоқтатасың. Иә. Себебі ажырасу деген нәрсе менің де үрейім ол. Ертең күні кеш болып тілің тістегенше уақыт барда лучше тоқтатқан дұрыс. Жақсы, сұрақ, пікір,
мать десек қойшы. Әлібидің сөзінің жаны бар, я сен, например, келесің ғой эфирге, сырттай көрінеді ғой, Ақботаның қасынан шықпайсың бүгінде мысалы. Например, ешқандай сезім болмаса қыздар көп, солардың қасына барып тұрмайсың ба деймін да, өзің бір надежда, үміт беріп, Ақботаның қасынан шықпай, соның қасында жүресің, потом біз осындай пікір айтамыз. Мадина, мен, например, сенімен де жүрем, сонда менің де саған деген үмітім бар. Сен қыз баласы ретінде түсіну керексің Мен ғой, сенімен наоборот. жүрмеймін. Қоя Бауыржан сал. мырза. Ақбота. Біз кеше басын ашып алған едік, бізде ара-қатынас тоқтады, тек достық ретінде бір-бірімізге тек бақыт тілейміз и все. И мені қозғамай қойсаңыздар, мен өз үміткерімді күтіп отырмын. Альмира ханым, біз бірге жүргенде, бірге қалай жүрмейсің? Бәріміз ортада жүрміз ғой. Просто Шерхан менің қасынан өзі шықпайды. Мен оған мені байқасаңыздар, айғайлап тастағаным да бар. Ары отыршы, маған жақындамашы деген сөздерім де бар. Мен таң қалып отырмын, Ақбота қалайша жақсы сөз айтып қалды, мен тарапыма деп ше. Бірақ өте жарайсың. Ертең үміткеріңді күтіп, ертең күніңді ойлап отыра берсейші, не аласың? Ақтолқын. Жалпы білмеймін, Ақботаны қосудың қажет жоқ. Кеше нақтылай айттық емес па? Келістік, өздерің шапалақ ұрып, молодец дегендей қылдыңдар. Енді зачем ол нәрсе? Шерхан, мен Ботаны... Жоқ, Ақтолқын ханым айтар бар. Расымен дәл осы тақырып бұрынғы арақатынас деген нәрсе Жұлдыз ханымға мүлде ұнап отқан жоқ сияқты. Кіргенде сондай жайнап, көздері бір сондай махаббатқа толы болып кірген еді. Шыны керек, сөндіріп тастаған сияқтымыз мына жерде жабылып, біткен тақырып жабылсын деп айтқым келеді. Енді қайтадан қозғай берудің қажет жоқ. Мен жаңа ажырасқан тақырыбына қайта оралсам, сол сәтте Жұлдыз ханым сізді алып қашқан сәтте анаңыз болды ма және қолдау білдіретін жаңағыдай Болған жоқ. Қымбат қатысушылар, естіп отырайық, тыңдап отырайық. Альмира ханым, Және қосып. мына жерде енді айтып жатыр ғой, Мадина, Әліби осы екеумен мүлдем келіспеймін, себебі өмірі болғасын, мына жерде махаббат алаңы болғасын, Шерханға олай тиісе берудің қажеті жоқ. Өмірде неше түрлі жағдай болады, сенің басынан келуі мүмкін бұл жағдай, сенің де басынан келуі мүмкін. Сол себепті мына жерде әп-әдемі қыз келіп отыр, екеуі сөйлесіп, екеуі танысып отыр, сол үшін олай тиісе берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Нұрболат, сен кішкене дұрыстап тыңдап, бұл жерде ешкім тиісіп отқан жоқ, мен Ақботаны қозғаған жоқпын. Тек қана бұл жерде кішкене жауапкершілігі төмендеу енді. Бүгін сезімі бар, ертең жоқ деген сияқты. Өзінің сөздеріне нақты жауап бере алмайтын бәрі Шерханның кесірінен басталып отыр. Шерхан, сен басында егер нақты по полочкам қойсаң осының бәрін, саған ешқандай да сұрақ болмайтын еді. Бұл жерде саған біз жаман пікірде айтпайтын едік. Сенің өзің осыған бәрін алып келіп отырсың да, енді келіп ренжисің. Бір нәрсені айналдырып айта бересің. Әліби, мен ренжімеймін. Басында нақтылап айту керек осының Әліби, мен ренжімеймін. Маған ұнап отыр сенің осы пікірлерің бар ғой. Жаңағы Ақботаны мен... Жанғазы. Альмира ханым, Ақботаны Әлібиге